Алғаш мектеп табалдырығын аттап, қолыма қалам ұстаған күннен бастап, менің арманым мұғалім болу еді. Қазір мен өз арманыма жеттім деп ойлаймын. Және маған дәріс берген ұстаздарыма, ата-анама алғысым шексіз. Мұғалімнің бойында бар қуатын оқушыға сарқып бере алатын, онымен бірге қуана да, қайғыра да білетін барлық қасиеттер болу қажет. Менің ойымша, ұстаз болу кез келген адамның қолынан келе бермейді. Мектепті аяқтағаннан кейін Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетіне, филология факультетіне оқуға түсіп, ойдағыдай жақсы аяқтадым. Мұндағы өткен 4 жыл мен үшін зымырап тез өте шықты. Қолыма диплом алып, тіл маманы атанып, мектепте сабақ бере бастадым. Оқушыларым менің жаңалықтарыма, жаңа тәжірибеме қызығушылықпен қарады. Осылайша менің бірінші ұстанымым пайда болды. Оқушыларды оқыту үшін бірінші өзің оқуың керек. Оқушыларға тәрбие беру үшін тәрбиені өзіңнен бастауың қажет. Оқушыларды дамыту үшін әрдайым өзің іздену, даму үстінде болу қажет. Сонда ғана осы мамандыққа лайықпын деп санаймын. Бәрі бірден жақсы болып кете қойған жоқ. Мен көп іздендім. Ұстаз сөзінің мәнін түсінуге тырыстым және ұқтым да. Осылайша мен өзімнің екінші ұстанымыма келдім. Биіктерге жету үшін болашаққа көз жүгіртіп, өз идеалымды таба білуім керек. Мен өз әріптестерімнің арасында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жаппарова Гүлбану Бақуқызын өзіме үлгі етемін. Себебі бірнеше жыл бұрын дәл осы білім ордасында білім нәрін сеуіп, ана тілінің қадірін түсіндіріп, ақындыққа баулып, болашақ мамандығымды таңдауыма себепші болды. Мектеп қабырғасында ұстаздардың шәкірттерге «Сендер бізді шабыттандырушы күшсіңдер» деп айтқан сөздері құлағымды әлі жаңғырады. Және осы бір сиқырлы сөздердің мәнін өзім ұстаз болғанда түсіндім де. Өйткені адам еңбегінен қуаныш таба білсе ғана шабыты арта түседі. Зор ықылас, шабытпен істелген іс биігіне жеткізетін қанат. Ал менің қанаттарым шәкірттерім. Ұстаздық ұлы мамандық. Мен үшін ағартушы Ыбырай Алтынсариннің салған сары жолымен жүру мақтаныш әрі бақыт. Осы сөздеріме тағы да бір дәлел ретінде бүгінгі таңда мектеп гимназиямыздың мақтанышы, Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы, құрметті атағының иегері Қалмаханова Айгүл Базарбайқызын өзіме үлгі тұтып, дара ұстаздың жолымен сәби ұстаз ретінде жүріп келемін. Сынып менің сахнам, отты алақаным. Сонда барып қып-қызыл шоқ боламын демекші. Мен аз уақыт жұмыс істесем де, шәкірттерімнің, өзімнің жеткен жетістіктерім өзіме шабыт береді.